Мәжіліске блогерлік парламент, блогерлік мәжіліс деп ат қойып, айтар тағып қойыпты біреулер. Мәселе көтерсек, айтып қалсақ, жұрттың көзіне көрінсек деген ойдың жетегінде кетіп қалған жоқсыздар ма? Мен енді бауырым бүкіл... Мысалы енді көбінесе біз білеміз, атқарушы билік дайындап берген заңдарды қарайсыздар. Соларды ғана қабылдап отырған жоқсыздар ма? Жоқ, бұл жерде бұлай ұшқары түсінуге болмайды. Көбінесе біз өкіметтің дайындап бергенін қарамаймыз. Депутаттардың бастамашылығыменен қабылданған қаншама заңдар бар бізде. Солардың барлығы осы қаншама маңдайдың теріменен күнделікті депутаттардың белсенді қызу жұмысының нәтижесі бұның барлығы. Ол тіпті әрбірдесін өкіметтен келген заң жобаларының барлығы тап-тұйнақтай осы ештеңеге тиісуге болмайтын осы